Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. 6 жылдық тарихы бар ене мен келін жобасы міне 2024 жылы 16 ақпанда Алтындары ресторанында өткелі жатыр. Қонақтардың барлығы жиналды, атмосфера өте керемет. Бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде қазақтың иісі аңқып жатыр. Мына жерде қазақтың рухы көтеріліп жатыр десек те болады. Себебі барлық келген 500-ден астам қонақтардың барлығы қазақи киімді киген. Осындай ажиотаж, қандай энергетика, қаншама қыз келіншек, қаншама апалар, енелер, әрқайсысы кәдімгі бәйгеге қосылған жүйріктей болып тұр шетінен. Мен ойлаймын, бұлардың арасына келіп, ауырған адам жазылып кететін сияқты. Атаның дәстүрдің жолын көрсететін, аппақ орамалдарын кірлетпей жүрген келіндердің бір сайыс деп айтуға келмейді, әдемі бір көрініс сияқты. Келін бағын сынап жатыр. Қазір енді бас жүлдені анықтайын деп тұрмыз. Өзім де қобалжып тұрмын. Бас жүлдені Тамара ханымның өзі табыстайды. Маңғыстау өңіріндегі қазақи салт дәстүрді жаңғырту мақсатында ұйымдастырылған ене мен келін сыйластығы авторлық жобасына белсене қатысып, бас жүлдеге ие болған Қосай Бәли ауыл келіні Тажмағамбетова Ақбибі Андреева Айдана. Бұл ене мен келіннің видеосында бұл Айдана келін, үйінде жалғыз келін, 9 қайнапасы бар екен. 9 қайнапасымен видеоға түсті. 6 жылда болмаған видео. Бас жүлде иегеріне 500 мың теңге ақшалай сыйлық, және де 450 мыңның бриллианты. Асия деген келіншекке осы жобаның авторына шын жүректен өз атымнан, отбасымның атынан және мен жүрген ортаның атынан рахмет айтам.